Шыбын миы суретке түсірілді. Бұл біз білетін шық деген фото емес. Шыбын миының 3D үлгісін жасады. Ми нейрондарын картаға түсіріп, компьютерге жүктеді. Бұл біз үшін шыбынша қандай болмауы мүмкін. Ал ғылым әлемінде өте үлкен жетістік, өте үлкен еңбек. Ғылым жасау оңай ма? Бұл зерттеу жұмысы сонау 2013-тен бері жасалып келеді екен. Шыбын миының талшығын 70 мың 50 бөлікке бөліп 21 миллион фото түсірген. Неге шыбын? Аталарымыз шыбын жан деп бекер айтпапты ғой. Шыбын адам секілді мас болады, кофе ішсе ұйқысы ашылады, өлең айтады. Шыбында ДНК-ның шамамен 60% адамдардығына ұқсас. 175% генетик аурулардың гендері ұқсас. Шыбын миында 140 мың нейрон, 54,5 миллион нейрон талшығы бір-бірімен байланысып жатыр. 8453 нейрон түрінен тарқайды екен. Жаңадан 4581 нейрон түрі табылыпты. Нейроғылым 2024 жылдың 2 октябріне дейін адам миының әлі картасы жоқ кезде шыбын миына жасалған осы ғылым жетістігі адам миының талай құпияларын ашады деп отыр. 20 ғасырда өмір сүрген бір ғұлама әулие шәкіртіне былай депті: бұл шыбын қасиетті адам баласы үшін қызметі болмаса Құранда айтылар ма еді. Шыбынның қасиеті және өте маңызды қызметі бар деген екен. Адам баласы бір мысал келтірілді. Соған құлақ асыңдар. Сендердің Алладан басқа тәңір тұтып табынғандарың барлығы жиылса да әсте бір шыбын жарата алмайды.